Баяғыда Мақтақыз бен Мысық дос болыпты. Бір күні Мақтақыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысығын шақырады. Мысығым, мысығым, бері келші. Мысығым, мысығым, бері келші. Мысық келмейді. Келмесең келме, өзім жеймін. Бір кезде мысығы келеді. Мяу, мяу, Мақтақыз, мені неге шақырдың? Мақтақыз айтпайды. Ендеше мен қатығымды төгемін. Мен құйрығымды кесіп аламын. Сөйтіп мысық қатықты төгеді, Мақтақыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Ал мысық болса Мақтақызға былай дейді. Мақтақыз, Мақтақыз, құйрығымды берші. Менің қатығымды төле. Содан мысық сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші. Менің қарным ашып тұр, маған жапырағы келіп берші. Мысық анадай жерде жайқалып есіп тұрған ағашқа келеді. Ағаш, маған жапырағымды берші. Мен шөлдеп тұрмын, маған су әкеліп бер. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңдерші. Бізге сағыз әкеліп берсең, су береміз. Мысық дүкенге барады. Әй сатушы, маған сағыз берші. Сен маған жұмыртқа әкеліп бер. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші. Қыт, сен маған дән әкеліп бер. Мен не істеймін? Сол кезде мысық бір тышқанның інін қазып жатқанын көреді. Ақырын келіп бас салады да: Жаның барда айт, үйінде не бар? Үйімде бір табақ тары бар. Жаның барда жылдам алып кел. Мысық, міне бір уыс тары. Мысық бір уыстарына алып тауыққа барады. Сатушы, не жұмыртқа? Не саған сағыз? Қыздар, міне сағыз. Міне саған су. Ағаш, міне су. Міне саған жапырақ. Сиыр, міне жапырақ. Міне саған қатық. Мақтақыз, міне саған қатық. Мысығым, міне сенің құйрығың. Назарларыңызға рахмет.